менің видеома, каналыма қош келдіңіздер. Егер де менің каналыма бірінші рет келіп тұрған болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің әрбір тіркелгендеріңіз маған үлкен мотивация беріп, көбірек видео түсіруге көмектеседі. Енді мен бүгін сіздермен Canva арқылы қалай, мысалы, бағдарламалау, яғни кодтау арқылы қалай тапсырмалар құрау керек екенін көрсетемін. Бұл менің вайб кодинг арқылы тапсырмалар құраудың бірінші сабағы болады, Canva арқылы. Алдағы уақытта мен басқа жолдарын көрсететін боламын. Сол үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Яғни бұны мен бүгін мысалы бірінші сабақ ретінде алайын. Енді осындай Canva егер негізі Canva-ның платный подпискасын алсаңыздар дұрыс болады. Негізі оны мұғалімдерге тегін алуға болатын жолы бар. Егер қызық болса жазып кетіңіздер. Осындай Canva деген жері болады, AI, яғни жасанды интеллект деген жері. Осындай жеріне мен мына жерде Canva-мды ағылшын тілінде тұр, негізі қазақ тіліне аударып алсаңыздар болады. Настройкасынан, иә. Қазір қазақ тілге аудара салайын сіздерге түсінікті болу үшін. Так, қай жеріне өзгертетін еді? Міне. Қазақша. Міне менде қазақшаға аударылды. Басты бет Canva AI. Енді осы жерге, бұл жерге мысалы дайын бір тапсырмаңызды мен мына жерге жазып қойдым. Өзіңіз негізі дайын тапсырма құрамай, жай ғана маған осындай тақырып бойынша мысалы тест тапсырмасын жасап бер деген сияқты, немесе жаңағы сәйкестендіру, әртүрлі өзіңіздің білетін әдіс тәсілдеріңіздің атын айтып солай жасаңыз болады. Мысалы мен мына жерге жасуша тақырыбына байланысты сәйкестендіру деп айтқан болатын. Енді қазір көрейік, осыны скачать етіп бізге қалай жасап береді екен. Осылай жібереміз. Қазір мына жерде бірдеме дұрыс болмай жатыр. Код дегенді бастым. Код дегенді баспаған екен ғой. Так, міне осындай жерге келеді бізде, кәдімгі ChatGPT-дің жері сияқты. Кішкене ойланып тұр, бізде қазір код жасап береді сол арқылы. Бірақ сосын сізге ұнамаса, жаңағы ұнамаған жерлерін өзгертуге болады. Сосын өзіңіздің фантазияңызбен қосып әртүрлі заттар жасауға болады. Енді бұл менде Canva арқылы жасаудың жолы, бірақ алдағы уақытта Gemini арқылы қалай жасауға болатындығын тоже көрсетемін. Ол үшін мен каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Жерде код жазылуда деп тұр, кішкене күте тұрайық. Міне, менде дайын болды. Иә. Осылай жариялау дегенді басып, осылай кірейік. Қайта бастау, міне. Так, рет айналдырып жіберейін, басылмай жатыр. Кішкене басылмай жатқан сияқты. Мына жерден қараңыздар. Міне мына жерде басылып тұр бізде. Мысалы ядро, иә? Ядро бізде күн жарығын пайдаланып, міне мына жерде. Жасуша тіршілік басқа генетикалық ақпарат сақтайды. Иә, міне келді митохондрия. Күн жасуша энергия пайдаланып органикалық заттар түзеді. Так, жоқ, қазір тоқтаңыз. Міне энергия станциясы жасушаға энергия береді. Бүйтіп өзгертілді, басылмай жатыр, иә? Міне хлоропласт. Жасуша ішіндегі күн жарығын пайдаланып, былай істеген кезде қосылады екен. Рибосома. Басталға жүрейік, тағы не бар? Нәруыз белок синтезін жүзеге эндоплазмалық тор сыртқа шығарады, Golgi аппараты тасымалдау жүйесі. Міне осылай сіз жаңағы тапсырмаларды құрастыра бересіз. Негізі әртүрлі тапсырмаларды жасауға болады. Міне көрдіңіздер ме, қате болса осылай қызыл не шығады. Міне осылай көк болса бүйтіп белгілейсіз, міне қате қайтадан орнына барды. Иә, міне. Қазір қараңыздар, міне лизосома. Осылай әртүрлі тапсырмалар құрастыруға болады. Бұл менде ең қарапайым мысал ретінде көрсеткен болатын сіздерге. Негізі мынада басылу керек болған. Неге басылмай тұрғаны? Жалпы осындай заттарды бір-екі рет жасап өзіңіз үйрене алсаңыз, дальше өзіңіздің фантазияларыңызбен негізі неше түрлі жасап алуға болады. Қазір қайтадан бір рет жариялап көрсетейін сіздерге.
мына менде басылмай тұр. Неге басылмай тұрғаны? Жерге жазайын. Жариялау дегеннен кейін қайта бастау деген кнопка басылмай тұр. Міне жөндеп қоямын. Ойланып жатырмын деп, қазір маған осыны жөндеп береді. Міне қате деп. Менің ойымша өте жақсы не шықты. Мынаның екеуі де сәйкес келмейді. Так, міне жариялау. Міне басылды, иә. Міне көрдіңіздер ғой, иә. Бұдан басқа әртүрлі тапсырма құруға болады. Жаңағы ұяшықтар, тест, арқан тартыс, содан кейін тағы да өте көп фантазияға байланысты. Идеяның бәрін Gemini'мен сұрай беріңіздер, ChatGPT'мен сұрай беріңіздер. Жарайды, осымен осы видеом сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер алдыға айналдырып бір рет қарап шықсаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да қызықты осындай құрастырудың жолдарын көрсететін боламын, және де әртүрлі іс-шараға арналған сабақтан тыс іс-шараларды, идеяларын тоже көрсете аламын сіздерге. Ең басты каналыма тіркеліп кетсеңіздер болды. Жақсы, сау болыңыздар.